Саламатсыздарбы балалар? Қазақ тілі пәні 86 бет. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңа сабақ балалар. Бүгін бізде зат есім. Бұл сабақта сендер зат есімнің сөз табы екенін білетін боласыңдар. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыратын боласыңдар. Оларға жауап беретін боласыңдар. 6-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жарасып тұр. Анашым, енді атам мен әжеме базарлыға алайық, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың, қызым. Ол кісілерге қандай базарлық аламыз деп анасы қызын қуана құптады. Тұмар үйге кіре сала, ата, сізге базарлыққа қалпақ, әжеме ақжаулыға келдік деп атасына күлімдеді. Күнім-ау, әкелген базарлығын үшін ақ батамды беремін. Жақсы оқып қатарыңның алды бол деп атасы оның маңдайынан сүйді. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақтар қойыңдар. Тұмар анасымен қайда келді? Олар не сатып алды? Атасы мен әжесіне базарлыққа не әкелді? Мәтінге ат қой. Мәтіннің аты базарлық. Ал балалар, ережеге қараймыз, есте сақтаймыз, жаттап аламыз. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, көгершін, жазушылар, құлындар. 7-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мені апам, қозым дейді мені атам. Сөздеріне күлемін, қозы емеспін білемін. Өтепберген Ақытбекұлы. Өлеңнен зат есімдерді тап. Қозы, атам, апам, қозым. Ал енді қалай ойлайсыңдар? Ата-аналарың сендерді еркелеткенде неліктен ботам, құлыным, құлыншағым деп атайды? Өз ойларымен бөлісіңдер. 8-ші жаттығу оңнан солға қарай оқса да, солдан оңға қарай оқса да өзгермейтін сөздерді тап дейді. Қазақ, қала, қабақ, қырық, кесек, керек. 9-ші жаттығу көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып өлеңді көшіріп жаз. Өз сөз балам, өсе бер, батыр бол палуан білекті, ақыл бол таймас жүректі, аяғыңды созайық, саусағыңды жазайық. Сөйлемнен зат есімдерді, өлеңнен зат есімдерін астынсыз. Балам, кім балам, кім батыр, кім палуан. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.